Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары, бүгін біз тригонометриялық функциялардың қосындысын және айырымын көбейтіндіге түрлендіру формулаларына байланысты b деген есептерін шығаратын боламыз. Бірінші 27-ші 9-шы есеп. 2 синус квадрат 49 градус минус 1 бөлінген косинус 53 минус косинус 37 градус. Бізде бұл жақта бөлшектің бөлімі косинустардың екі әртүрлі бұрыштарынан айырымның формуласына келеді, ал жоғарысындағы формула бізде косинус 2 альфаның формуласына келеді. Енді соны қарастырайық. Бізде косинус 2 альфаның формуласы, оны синус квадрат альфаға байланысты бір азайтылған 2 синус квадрат альфа екен. Ал бізде мына жақта керісінше 2 синус квадрат альфа минус 1 болып тұр. Яғни осы теңдіктегі өрнектегі минус таңбасын алдына шығарып жіберсек, минус 1 минус 2 синус квадрат 49 градус болады. Ал бөлшектің бөлімін мына косинустардың косинус альфа минус косинус бета формуласына салып жазамыз. Енді сонда мына жақта минус таңбасын алдына шығарып 1 минус 2 синус квадрат 49 градус болды. Бұл бізде косинус 2 альфаға тең, яғни минус косинус 2 көбейтілген 49 градус. Ал косинус 53 минус косинус 37 бізде 2 синус 53 қосылған 37 бөлінген 2 көбейтілген 2 синус 53 минус 37 бөлінген 2-ге тең. 2-ні 49-ға көбейтсек косинус 98 градус. Сонда 53-ке 37-ні қосып 2-ке бөлсек бізде 45, азайтсақ 8 шығады. Сонда синус 45-те ол бізде түбірасты 2 бөлінген 2, мынау минус пен мынау минус қысқарып кетеді. Ал косинус 98 градусты біз келтіру формуласы, яғни косинус 90 қосылған 8 градус деп жазсақ болады. Біз мына жақтағы бөлшектің бөліміне ұқсатып жазып алуымыз керек. Сонда 90 қосылған 8 ол бізде екінші ширек. Екінші ширекте бізде косинусымыз таңбасы минус, бірақ та 90 градуста бізде косинус синусқа ауысады. Сонда минус синус 8 градус бөлінген түбірасты 2 көбейтілген синус 8. Синус 8 бен синус 8 қысқарады. Сонда минус 1 бөлінген түбірасты 2 болады. Келесі екінші есеп. Синус 11 минус 49. Келесі екінші есеп синус 11 градус минус синус 49 бөлінген 1 минус 2 косинус квадрат 54 градус көбейтілген 30 минут. Бұл жақта біз синус бөлімін синус 11 минус синус 49-ды синустардың айырымның формуласы, яғни 2 косинус альфа плюс бета бөлінген 2 синус альфа минус бета бөлінген 2 формуласына салып жазамыз. Сонда 2 косинус 11 қосылған 49 бөлінген 2 көбейтілген синус 11 минус 49 бөлінген 2. Мына жақта бөлшектің бөлімін жаңағы формулаға салып, яғни бір азайтылған косинус квадрат альфаны мына 2 косинус квадрат альфа минус 1 түріне келтіре аламыз, яғни таңбасын, минус таңбасын алдына шығарсақ, 2 косинус квадрат 54 градус 30 минут минус 1 шығады. Сонда мына бөлімінен бізде 2 косинус 30 градус көбейтілген синус минус 19 болады. Сонда бұл бізде косинус 2 альфаға тең, яғни минус косинус 2 көбейтілген 54 градус көбейтілген 30 минут. Косинус 30 градуста бізде түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. 2 мен 2 қысқарып кетеді, бөлшектің бөлімінде 1 болады. Синус минус 19 бізде синус тақ функция болғандықтан минус таңбасы алдына шығып, мынау минусты плюсқа айналдырып жібереді. Сонда синус 19. Косинус 2 көбейтілген 54 градус көбейтілген 30 минут бізде 2-ге 54 көбейтілсек бізде 108, 2-ге 30-ды көбейтсек бізде 60. Ал 1 градус бізде 60 минутты береді. Яғни мына жақта 108 қосылған 1-ге тең болады. 108-ге 1-ді қоссақ, ол бізде 109 градус. 109-ды біз косинус 90 қосылған 19 градус деп жазамыз. Мына бөлшектің алымына келтіріп, сонда түбірасты 3 көбейтілген синус 19. Мына жақта бізде косинус 90 қосылған 19 ол бізде екінші ширек. Екінші ширекте косинустың таңбасы бізде теріс, яғни ол синусқа ауысады. Минус синус 19, синус 19 мен синус 19 қысқарады. Минус түбірасты 3 өрнегі қалады.
Үшінші есеп 3 синус 124 градус минус косинус 146 минус 2 косинус 34 бөлімі косинус 49 косинус 15 қосылған косинус 41 көбейтілген косинус 75. Ең алдымен біз осы өрнекте бұрышы ең кішкентай косинус 34-ке барлық мынау бұрыштарымызды келтіріп алуымыз керек. Яғни синус 124 деген бізде 90 қосылған 34, 146 деген бізде 180 азайтылған 34-ке тең екен. Солай өрнегімізді келтіріп аламыз. Сонда берілгенін жазамыз. 3 синус 124 бізде 90 қосылған 34 минус косинус 180 азайтылған 34 бізде 146 шығады минус 2 косинус 34. Бөлшектің бөлімінде дәл осылай мына өрнекке келтіріп жазып алуымыз керек. Яғни косинус 49-ды біз 90 минус 41 дейміз. 15-ді біз 90 минус 75 дейміз. Қосылған косинус 41 көбейтілген косинус 75. Мына екінші өрнегіміз өзгермейді. Сонда бізде синус 90 қосылған 34-те ол бізде екінші ширекке өтеді. Синус екінші ширекке 90 градуста бізде косинусқа ауысады. Екінші ширекте синусымыз плюс, яғни 3 косинус 34 болады. Косинус 180 минус 34-те бізде ол бізде екінші ширек. Косинусымыз екінші ширекте таңбасы теріс, яғни мына жақтағы минус таңбаны ол плюсқа айналдырып жіберіп, косинус 34 минус 2 косинус 34 болады. Келесі 90 минус 41-де бізде косинусымыз синусқа айналады. Ол бізде бірінші ширек болғандықтан плюс таңбасымен болады. Келесі 90 минус 75-де ол бізде қайтадан бірінші ширекте косинусымыз бізде плюс синус 75 болды. Яғни осы түрге келіп тұр. Енді мына жақта жаңағы бұрыштары бірдей болғандықтан 34 болғандықтан барлығын бір-біріне қосып азайтамыз. 3-ке 1-ді қоссақ 4, 4-тен 2-ні азайтсақ 2 косинус 34. Ал мынау бізде синус 41 синус 75 қосылған косинус 41 косинус 75 ол бізде синустардың формуласына келеді. Ол бізде міне косинустардың айырымның формуласы, яғни косинус альфа көбейтілген косинус бета қосылған синус альфа көбейтілген синус бета. Міне көріп тұрсақ. Сонда ол бізде альфа минус бетаға тең, яғни косинус 41 минус 75 градусқа тең. 41-ден 75-ті азайтсақ минус 34. Косинус бізде жұп функция болғандықтан өзінің жаңағы теріс таңбасын жұтып жіберіп косинус 34 болады. 2 косинус 34 алымында. Сонда косинус 34 пен косинус 34 қысқарып, жауабы 2 деген жауап шығады. Келесі 5-ші есеп 4 синус 139 минус 7 косинус 131 плюс 2 синус 41 бөлінген косинус 68 көбейтілген косинус 19 қосылған косинус 22 көбейтілген косинус 71. Мына жақта да қайсы бұрышымыз ең кіші, сол бұрышқа келтіріп аламыз. Мына жақта 41-ге келтіру үшін 180-нен 41-ді азайтуымыз керек. Сонда 4 синус көбейтілген 4 синус 180 азайтылған 41, 139-ды солай өрнектеп аламыз. Минус 131-ді 90 қосылған 41 дейміз, 2 синус 41. Бөлшектің бөлімінде мынау тұрған бірінші өрнекті екінші өрнекке сай қылып келтіріп алуымыз керек. Сонда косинус 90 минус 22 бізде 68 градусты береді. Көбейтілген 90 минус 71 19 градусты береді. Плюс косинус 22 көбейтілген косинус 71. Сонда 180 минус 41 ол бізде екінші ширекте синусымыз бізде 10, яғни 4 синус 41 болады. Минус 7 косинус 90 қосылған 41 ол бізде екінші ширекте бізде косинусымыз таңбасы теріс. Косинус бізде 90-да синусқа айналып кетеді, яғни мынау минустың қасына минус бар, плюсті береді. Сонда 7 синус 41 қосылған 2 синус 41. Бөлшектің бөлімінде де дәл осылай 90 минус 22 ол бізде бірінші ширекте бізде косинусымыз таңбасы 10, яғни 90-ды таңбасын өзгертеді. Синус 22 болады. Көбейтілген косинус 90 минус 71 қайтадан бірінші ширекте косинусымыз 10, яғни синус 71 болады. Қосылған косинус 22 көбейтілген косинус 71. 4-ке 7-ні қоссақ 11, 11-ге
2 бізде 13 синус 41 градус. Бөлімі бізде косинустардың альфасы жаңағы бұрыштарының айырымына тең, яғни косинус 22 көбейтілген минус 71. Енді 41-ді біз 90 минус 49-ға келтіріп аламыз, себебі бөлшектің бөліміне ұқсатуымыз керек. Сонда мына жақта бізде бөлімінде косинус минус 49 болады, минусы жұтып жібереді. Сонда бөлімі косинус 49 болады. Алымы 90 минус 49 ол бізде бірінші ширекте синусымыз таңбасы 10, бірақ ол бізде 90-да косинус қайналады. Сонда 13 косинус 49 бөлінген косинус 49. Мына екеуі қысқарады, жауабы 13 болады. Келесі 27-де 10-шы есеп. Бірінші есептен бастап шығарамын. Синус 36 қосылған синус 40, қосылған синус 44, қосылған синус 48, бөлінген 2 синус 88, көбейтілген косинус 4, көбейтілген синус 42. Бірінші алымындағы есептің берілген көшіріп аламын, және де алымындағы бірінші тұрған екі тригонометриялық функцияны бөлек бір қосып аламын формуласын салып, екінші тригонометриялық функция, үшінші және төртіншіні бөлек қосып аламын. Синус альфа қосылған синус бетта бізде 2 синус альфа плюс бетта бөлінген 2 косинус альфа минус беттаға тең екенін есімізге түсіреміз. Сонда екеуін қоссақ, мына екеуін қосамыз, мына екеуін қосамыз. Сонда мына жақта синус 36 қосылған 40 бөлінген 2 көбейтілген косинус 36 минус 40 бөлінген 2. Мына жақта да 2 синус 44 қосылған 48 бөлінген 2 көбейтілген косинус 44 минус 48 бөлінген 2. Бөлшектің бөлімін тиіспейміз, ештеңе жасамаймыз. Енді 36 қосылған 40 бөлінген 2 бізде 38-ді береді. 36 минус 40 бөлінген 2 бізде косинус минус 2-ні береді. 44 қосылған 48 бөлінген 2 бізде 46-ны береді. Косинус 44 минус 48 бөлінген 2 бізде минус 2-ні береді. Бөлшектің бөлімін әзірше тиіспейміз. Енді мына жақта бізде косинус минус 2 мен косинус минус 2 екеуіне де ортақ көбеткіш болғандықтан, оны жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда 2 косинус минус 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде синус 38 қосылған синус 46 қалады. Бөлшектің бөлімін әзірше тиіспейміз дедік. Бірақ бұл жақта 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек болады. Косинус өзінің жаңағы функция болғандықтан минусын жұтып жіберіп, косинус 2 градус болады. Жаңағы мына бөліміндегі синуспен ұқсату үшін біз 2-ні 90 минус 88 деп, және де синус 88 деп көшіріп жазамыз. Ал алымы синус 88 қосылған 38 қосылған 46-ны жаңағы синустардың қосындысын формуласына келтіреміз, яғни 38 қосылған 46 бөлінген 2 көбейтілген косинус 38 минус 46 бөлінген 2. Синус 88 көбейтілген косинус 4 көбейтілген косинус 42. Сонда бізде косинус 90 минус 88 ол бізде бірінші ширекте бізде косинустың таңбасы 10, 90-ды синуске айналып кетеді, сонда синус 88 бөлінген синус 88. Бұл екеуі жойылады. Мына жақта болады 2 синус 42 көбейтілген косинус минус 4. Енді қарап тұрсақ, бөлімі мен алымына келді, бірдей болды. 42 мен 42-ні қысқартамыз. Минус 4 бізде плюс 4 болады. Өйткені ол жұп функция плюс 4 пен плюс 4-ті бөлеміз. Синус 88 мен синус 88-ті бөлеміз. Сонда жауабы тек қана 2 қалады. Мына 2. Келесі үшінші есеп косинус 16 минус косинус 24 минус косинус 32 плюс косинус 40 бөлінген косинус 86 синус 8 косинус 28. Жалпы осы есептердің барлығын жаңағы бірінші есептің алгоритміне ұқсатып шығаратын боламыз. Енді бұл жақта мен косинус 16 мен косинус 24-ті біріктіргім келіп тұр, және де мына жақта минус таңбасын алдына шығарып жіберіп, косинус 32 минус косинус 40-ты біріктіргім келіп тұр. Сонда мынаны минусын алдына шығаратын болсақ, косинус 32 минус косинус 40 болады. Яғни косинустардың бұрыштарының косинустың екі тригонометриялық функцияның айырымын көбейтуге түрлендіру формуласын қолданамыз. Косинустардың косинус альфа минус косинус бетта бізде минус 2 синус альфа плюс бетта бөлінген 2 көбейтілген синус альфа минус бетта бөлінген 2-ні береді. Соған қарап есебімізді шығарайық енді.
Так, сонда 16 минус 24 бізде минус 2 синус 16 плюс 24 бөлінген 2 көбейтілген синус 16 минус 24 бөлінген 2. Мына жақта минусты жақшаның сыртына шығардық. Сонда минус 2 синус 32 қосылған 40 бөлінген 2 көбейтілген синус 32 минус 40 бөлінген 2-ге тең болады екен. Бөлшектің бөлімін әзірше тиіспейміз. Келесі 16 қосылған 24 бөлінген 2 бізде 2 синус 20-ны береді. Мына минусы әзірше тұр мына жақта. 16 минус 24 бөлінген 2 бізде минус 4-ті береді. Минус 4 функцияның тақ болғандықтан синус функциясы мынау минус алдына шығып кетіп, мына жақтағы минусты плюс қылып жібереді. Енді басында бізде минус болды ғой. Мына жағы минус, бізде минус. Енді мынау минус пен мынау минус бізде плюс болады. Сосын синус 36 болады. 32-ге 40-ты қосып 2-ге бөлсе. Мынау 32 минус 40 бөлінген 2. Синус минус 4. Мынау алдындағы плюсын қайтадан минусқа айналдырып жібереді. Бөлшектің бөлімін әзірше тиіспейміз. Так, сонда мынақта да екеуінде де синус 4 болғандықтан, плюс 4 болғандықтан 2 синус 4-ті жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде синус 20 минус синус 36 қалады. Бөлімін тиіспейміз, осылай күйінде көшіріп жазамыз. Енді синус 4-ті мен бірден 90 минус 86-ға келтіріп алдым. Себебі мына жақтағы косинус 86 мен қысқарып кету үшін. Синустардың айырымының формуласын қараймыз. Бізде 2 косинус альфа плюс бета бөлінген 2 көбейтілген синус альфа минус бета бөлінген 2-ге тең. Сол бойынша формуланы жазатын болсақ, 2 косинус 20 қосылған 36 бөлінген 2 көбейтілген синус 20 минус 36 бөлінген 2. Бөлшектің бөлімін тиіспейміз. Келесі, сонда бізде синус 90 минус 86 ол бізде бірінші ширек. Бірінші ширекте синусымыздың таңбасы 10, бірақ та 90-да косинусқа айналып кетеді. Сонда 2 косинус 86 көбейтілген. Мына жақта 20-ға 36-ны қосып 2-ге бөлсе косинус 28 болады. 20-дан 36-ны азайтып 2-ге бөлсе минус 8 болады. Сонда синус минус 8 дейміз. Бөлінген, мына бөлшектің бөлімін көшіріп жазамыз. Так, сонда не болды? 86 мен 86 қысқарып кетті. 28 мен 28 қысқарып кетті. Мынау минус синус минус 8-дің минус алдына шығады. Сонда минус 2 болады. Синус 8 мен синус 8 қысқарады. Мынау 2 мен минус 2 көбейтіліп, жауабы минус 4 деген санға тең болады. Жетсе 11-ші есеп. Алдыңғы есепке қарағанда сәл жеңілдеу. 1 минус 2 синус квадрат альфа қосылған 4 косинус 4 альфа минус 2 пи. Бұл жақта бізде бірден бір азайтылған 2 синус квадрат альфа косинус 2 альфаның формуласына тең екені көрініп тұр. Косинус 2 альфа ол бізде мына формулая 1 минус 2 синус квадрат альфа. Онда осы өрнектің орнына бірден косинус 2 альфаны жазсақ болады. Қосылған косинус 4π минус 2 альфа минус 2π. Енді косинустардың бұрыштарының қосындысының формуласын есімізге түсіреміз. Қайтадан осылай сіздер өздеріңізге распечатка жасап алыңыздар. Косинус пен косинусты қоссақ 2 косинус альфа плюс бета бөлінген 2 косинус альфа минус бета бөлінген 2-ге тең екен. Соған қарап формуланы ашып жазамыз. Сонда 2 косинус 2 альфа плюс 4 альфа минус 2π бөлінген 2 көбейтілген косинус 2 альфа минус, мынау минус бізде мынау бұрыштың таңбасын өзгертеді, яғни минус 4 альфа плюс 2π болады бөлінген 2. Сонда мына жақта бізде 2 альфа мен 4 альфа қосылып 6 альфа болады. 6 альфа минус 2π бөлінген 2. Мына жақта 2 альфа минус 4 альфа бізде минус 2 альфа плюс 2π бөлінген 2-ге тең. Так, сонда 6 альфа минус 2π-дағы 2-ні жақшаның сыртына шығарып, бөлшектің бөлімімен қысқартып жіберсек, сонда бізде 2 косинус 3 альфа минус π
көбейтілген косинус пи минус альфаға тең. Мына жақта косинустың бірінші бөлшегіндегі минусты алдына шығарып жібереміз. Сонда пи минус 3 альфа деп келтіру формуласына келтіреміз. Мына косинус өзінің минусын жұтып жібереді. Сонда 2 косинус пи деген бізде 180 градус. 180 градустан ол бізде екінші ширекке ауысады. Екінші ширекте бізде косинустың таңбасы теріс минус болады алдымен. Косинус 3 альфа пида өзін өзгертпейді, көбейтілген. Мына жақта дәл осылай минус болады, бірақ минус пен минус плюс болып, жауабы 2 косинус 3 альфа көбейтілген косинус альфаға тең. Синус пи бөлінген 3 қосылған альфа плюс синус пи бөлінген 3 минус альфа. Синустардың бұрыштарының қосындысына формуласына келтіреміз. 2 синус альфа плюс бетті бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус бетті бөлінген 2. Сонда 2 синус пи бөлінген 3 плюс альфа плюс пи бөлінген 3 минус альфа бөлінген 2. Мына жақта косинус пи бөлінген 3 плюс альфа минус пи бөлінген 3 минус плюс альфа болады. Мына аяқтағы минус бізде плюсқа айналып кетеді. Енді пи бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 3 ол бізде 2 пи бөлінген 3 болады. Альфа мен альфа қысқарып кетеді. Сонда 2 пи бөлінген 3 бөлінген 2 ол бізде пи бөлінген 3-ке тең. Көбейтілген мына жақта пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 3 қысқарып кетеді. 2 альфа қалады. 2 альфа бөлінген 2 ол бізде косинус альфаға тең. Сонда синус пи бөлінген 3-те бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Түбір асты 3 қалады. Көбейтілген косинус альфа. Сонда жауабы 3, түбір асты 3 көбейтілген косинус альфаға тең екен. Оқушылар, осымен 9-шы сыныптың Б деңгейінің есептері аяқталды. Келесі сабаққа сіздерге С деңгейінің есептері және келесі тараудың есептері шығатын болады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа сабақтар шыққан кезде сізге міндетті түрде уведомление келіп тұратын болады. Сау саламатта болыңыздар.